Құрметті менің каналыма кіріп, менің тамақтарымды көріп, өздерінен бір тамақ жасау әдісіне бір кішкентай де болса қосымша бір көмек алып жүрген замандастар. Бүгін мен сіздерге қазақ ата-бабамыз онша жей бермейтін, бірақ өте ағзаға қажет қырыққабат туралы айтқым келіп тұр. Ол мына түрлі түсті қырыққабат. Сосын мына брокколи дейді, көк түсті қырыққабат. Бұны да осы күнде жей беруге болады, бірақ біз қазір қолданылған жолдарды айтамыз. Ол үшін бізге сәл ұн керек. Сосын 2 жұмыртқа керек. Сосын майонезге мынаны жұмыртқаны араластыратын майонез керек кішкентай. Сосын мына қайнап тұрған суға бірінші әдемілеп мынаны кесіп салып аламыз. Бұны кесіп салып алу үшін бұның әдемі гүлдері бар. Сол гүлдерден ажыратамыз. Мені қандай әдемі гүлдері бар. Оны бірінші көргенде мен ойладым, осыда жейтін нәрсемді оның қай жерін жейді. Мысалға дейін, сондықтан жеп көріңіздер. Бұларды да сол күйінде жеуге болады, бірақ бір кішкентай суға 3 минут қайнатып алсаңыз, сосын салатқа да қоса бересіз. Ішінде жәндіктер болуы мүмкін, соның бәрі суға шығады. Енді мына қайнап тұрған суға тұз қосып береміз. 1 литрдей суға кішкентай тұз қосамыз да. Енді осыны 4 минут қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін 3,5 минут қана қайнатып аламыз. Міне көкшіл әдемі түсінде саламыз. Бірге енді осы қайнап шыққаннан кейін 3,5 минуттан кейін мынаны алып тәркиіз. Міне енді мына 3,5 минут қайнады. Қайнаған 3 минуттық қырыққабаттарымызда сусызға әдемі алып аламыз. Қараңыз, қазірдің өзін әдемі керемет түр-түс беріп тұр, әдемілік беріп тұр, көрік беріп тұр. Бұны онша біз қазақта жей бермейді, бірақ ағзаға өте пайдалы. Капуста әсіресе диета сақтайтын қыздарға. Мынау көк қырыққабатта С витамині, С дәрумені өте көп екен. Енді қазір бұны сәл суығанын күтеміз. Оған дейін мына ұнымызды салып қойдық. Мына жаңағы майонез бен нені жұмыртқаны тұзын қосып, сәл бұрышын қосып араластырып қойдық. Оған сарымсақ қоссаңыз да болады. Бізде онша сарымсақты ұната бермейді, сондықтан біз қоспаймыз негізі. Енді мынаның кепкен суығанын 10 минуттай күтеміз. Құрметті азаматтар, мына әдемі гүлдерді суытып алдық. 3 минут қайнатып болғаннан кейін бұл жаңа түрлі түсті қырыққабатпен көк қырыққабат. Енді мына майонезбен жұмыртқа, көк бұрыш, қара бұрыш қосылған неге қоспаға малып аласыз. Вилкамен малып, жүргенше қолмен ақ істей береміз. Енді осыны келесіді ұнға малайсыз. Сосын қызып тұрған табағыңызға тура беріңіз. Диабеті барларға да жерімізде ауырып жүргендерге де өте пайдалы. Мен өзім диабетім бар, сондықтан мен көбінесе осы қырыққабатты жеп отырамын. Бұны қалай жесеңіз де қантыңыздың деңгейі көтерілмейді. Сондықтан бұны былайда ауырмай жүрген адамдарға да өте пайдалы. Былайын ауырмаңыздар. Мені қара-қарайда өстіп қуыра бересіздер. Міне жаңағы түрлі түсті қырыққабат пен көк түсті қырыққабатты әдемілеп қуырып алдық. Кәдімгі кәуап сияқты бір әдемі дайын болады, дастарханға апара берсе де болады. Сондықтан өте ағзаға пайдалы дәрумендері бар. Сондықтан жеп үйреніңіздер. Онда жеп жүрген шығарсыздар. Бірақ менен үлгі алатын жегеніңіз болса алыңыздар. Менің каналыма жасалған тамақтар ұнаса, каналыма жазылыңыздар.
Менің каналыма қарағандарыңыз үшін сіздерге өте рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.